Қайырлы күн, сіздермен бірге Базарбаев Руслан, алдарыңызда аптаның шоу жаңалықтары. Құлсары халқы елімізде топан су астында қалған 3 мыңға жуық үйдің әділетті өтемақысын талап етуде. Билік өткен оқиғалардан сабақ ала ала ма? Шетелдік блогерлер Алматыға не үшін келмек? Грузия Ресейдің жолын қумақ па? Құлсары халқы елімізде топан су астында қалған 3 мыңға жуық үйдің әділетті өтемақысын талап етуде. Көптеген үй жарамсыз болып қалды. Халық үкіметтен әр шаршы метрге 400 мың теңге ақы төлеуін сұрайды. Біздер топан судан зардап шеккен халық өзінің маңдай терімен, адал еңбегімен салған өз жеке үйлерінің әділетті бағасы есептеліп, және де сол ақшаны өз қолымызға алғымыз. Сондай-ақ, мынаны неге түсірмейсің, мынаны неге жазбайсың деп тұрғындардың бірі комиссия жұмысына шағымданды. Мынаны неге түсірмей тұрсың, мынаны неге жазбай тұрсың? Мен сөйтіп дүкілдеп жүргенде бит түсіріп алады. Ол дұрыс емес, шалалықтары. Ол сіздердің. Сондықтан сіздерге айттық, санапет жүрсін, эколог жүрсін, геолог жүрсін, сосын бар не жоқ, они врозь ходят, понимаете, дұрыс жүрің. Ана жерде алып кете ма, 4-ші ауылдың несі келеді, қолтықтап алып кетеді. Олай болмайды. Тәртіп қойдыңыз ба? Исполнительный органға тәртіп қойыңыз. Біз жамырап тұрмауымыз керек. Ал қала әкімшілігі жақында арнайы комиссия барлық зардап шеккендерге кететінін, ал барлық компенсация толық өтелетінін айтты. Естеріңізге сала кетсем, Арыстағы жағдайдан кейін жапа шеккендерге сапасыз үйлер салынған еді. Билік өткен оқиғалардан сабақ ала ала ма, оны алдағы уақытта көретін боламыз. Су тасқыны экологиялық апатқа ұласпақ. 2 мамыр күні парламент мәжілісінің депутаты Мақсат Толықбай премьер-министр Олжас Абайұлына депутаттық сауал жолдады. Топан судың тосын сыйын білесіздер. Оны көз көрді. Қазір қарғын судың беті қайтқанымен қауіп сейілген жоқ. Тіпті қауіптің көкесі әлі алда. Оның үстінде тасқын су талай былықтың бетін ашты. Қалыс сауыт сайманы мен техника сақадай сай отырған кейбір облыс орталықтары айдың күннің аманда тасқының астында қалды. Бұл нені көрсетеді? Бұл қамсыздықты, салғырттықты, немқұрайлықты, жауапкершілік пен жанашырлықтың жоқтығын көрсетті. Депутаттың сөзінше, судан қорғану үшін мыңдаған қаптар мен пакеттерден бөгет тұрғыздық. Енді су кеткен соң осы қаптарды түгін қалдырмай түгел жинап алу керек. Әйтпесе экологиялық апатқа тап боламыз дейді. Сонымен қатар өз жолдауында бірнеше ұсыныстарды көрсетті. Бір реттік акция емес, ел үкіметі тазалықты сақтау бойынша кешенді бағдарлама әзірлеп, іске асыру керек. Шетелдік блогерлер Алматыға не үшін келмек? Елімізде билік апатпен күресіп жатқанда, Алматы қаласының әкімдігі қаланың имиджін арттыру үшін шетелден блогерлерді шақырмақшы. Курсив сайтының дерегенше туризм бюросы 2,3 миллиард теңге бөлсе, ал фактчек KZ Instagram парақшасының мәліметінше шетелдік блогерлер тарту үшін 90 миллион теңге бөлінген. Қалаға жалпы Біріккен Араб Әмірліктері, Катар, Түркия секілді елдерден 50 блогер келмекші. Олар travel, food blog, lifestyle тақырыптарында әлеуметтік желіде блог жүргізу қажет. Егер әр адамға $1000 гонорар төленетін болса, онда қазіргі еліміздің жағдайында оның қаншалықты қажеті бар? Осы уақытқа дейін бірнеше рет өткен пресс-турдың нәтижесі қандай болғаны белгісіз. Бұл не үшін қажет? Грузия Ресейдің жолын қумақ па? Грузия парламентінің 2-ші оқылымда шетелдік агенттер жайлы заң жобасын қарастырғаны қоғамда жаппай наразылықтарды тудырды. Беруші партия бұл ресейлік заңға өте ұқсас дегенге қарсы шықса да, протесттердегі және әлеуметтік желідегі таралған ең басты лозунг ресейлік заңға жол жоқ. Әлеуметтік әділеттілік центрі атты үкіметтік емес ұйымның өкілі Гурам Имнадзенің айтуынша, тәуелсіз азаматтық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының көпшілігі шетелдік гранттарға тәуелді. Оған тыйым салу демократиялық мемлекеттің авторитарлық ниетін көрсетеді дейді. 2020 жылдың 14 желтоқсанда Грузия Еуроодаққа ресми түрде кандидат мәртебесін алған ескерсек, тәуелсіз бақ пен ұйымдарға шектеу қою мемлекет үшін одаққа кірудің жағдайын қиындатуы мүмкін. Сіздермен болған Руслан Базарбаев, назарыңызға рахмет.